Бәрекелді мінекей. Топ бәйгенің сәйгіліктері алаңға шықты. Қазір алдарыңызда шауып өтті. Бізге өнер көрсетуде 23 сәйгілік қойдың қателеспесем. Монғолияда бар ағайын топ арасында және Ресей Федерациясынан Фрегатта Голд Айсел Сергейдің тақымында Шүгір Балбас дайындап отқан сәйгүлік ағайын Ресейде бар. Ресейден тағы бір Дастан Бас атты сәйгүлік қатысып отыр. Ресейден 3 ат қатысып отыр. Монғолиядан 1 ат, Қырғызстаннан 4 сәйгүлік ағайын. Қазақстаннан 10-ға жуық сәйгүлік. Міне Қазақстан, Қырғызстан, Монғолия, Россия арасындағы топ бәйгенің кубогы жүлдеге тігіліп жатыр. Бәсеке бақталастық ағайын. Біреудің атымен талассаң да бағымен таласа алмайсың. Бақ пен бабы келген ат келетін айдаланып. Міне топ бәйгенің бірінші айналым тауысып, алдыда 9 айналым бар, құрметті шабандоз, асықпа. 9 айналым бар. Hyundai Tucson автокөлік күтіп отыр сендерді. 14-ші номер топтың басын Дастан Бас Ресей Федерациясы бастап бара жатыр ағайын. Одан кейін топ арасында ғасыр ат сәйгүлігінде барын айта кетейін. Исімбай Қалдаманов, Фарахат Қалдамановтың баптауында Алихан Жәнібекұлы шабандозы. Ғасырды білесіздер ғой. Одан кейін топ арасында атшулы атақты жүлде бермей жүрген, іріктеудің бас жүлдесін ұтқан топ бәйгеде Алматы қаласында 21-ші номерде Зымыран отыр ағайын. 21-ші номерде Зымыранның жанкүйерлері бар ма? Арнат Мұратхан Қазақстан, Табылдиев Нұржігіт ағайын ат иесі. Ат бегісі де өзі. Одан кейін жаңа айтып өткен топ арасында ғасыр отқанды айттым, ол да фаворит. Бұл жерде барлығы фаворит ағайын. Ешкім есеп қосып отқан жоқ. Алдынан артынан, артынан келетін аттар ағайын. Мынау келеді деп ат құйрығын кесіп айта алмаймыз. Әлі ат жалын тартып сөйлейміз ағайын. Асығыс жоқ. Өйткені жаңа айтып өткендей барлығы бір-бірінен қалар тұлпар емес. Алдыда 9 айналым бар екенін айта кетейін. Қазір 8 айналым. Дін аман, ең бастысы тұлпар сүрінбесін, шабандоздар жығылмасын ағайын. Оның өзі бір жүлде. Міне, ең бастысы сөруден аман есен шықты. Енді мәреге аман есен жету барлығымыз мақсатымыз. Жаңа атап өткендегі топтың басын 14-ші номер Ресей Федерациясы және 21-ші номер Зымыран келе жатыр. Зымыран Қазақстан. Құрмет қошеметпен шығарып саламыз. Алдыда 8 айналым бар. Құрмет шабандоз, 8 айналым, асықпа. Зымыран өзінің әдеттегіндей алдыға шығып алады. Бірнеше айналымнан кейін қалықтап қыран құсап жеке дарға кете бастап. Зымыранның тактикасы солай. Сол тактиканы қолданып келе жатқан сыңайлы Зымыран шыға бастады алдыға. Жанында 14-ші номердегі Халибой Қазақстан Медет Ералимовтың сәйгүлігі Еділ Бұралқиев дайындап отқан. Зымыран екеуі қатарлас. Артынан 3-ші номердегі Фиалка Елесіп Нұрил Қырғызстан Республикасы да келіп қосылды қасына. Қасенов Мақсаттың сәйгүлігі. Ар жағында 1-ші номердегі Алтын Көз. Алтын Көз де фаворит ағайын. Болатбек Марсен Қырғызстан Республикасы Ешенқұлов Рамилбектің сәйгүлігі. Жаңғыртшы ұлы Мырзат баптап отыр. Қырғыз бен Қазақ, Россия, Монғолия түсіп атқан топ бәйгеде өте тартысты бәсеке болайын деп тұр. Қырғызстанның чемпионы Алтын Көз және Ресей Федерациясының чемпионы Фрегатта Голд, Монғолияның чемпионы Майдан атынан ат үркетін тұлпарлар. Тұлпар алдына қара салмаған Қазақстан Республикасының іріктеу бәйгесінде топты жарған.
Чемпионат Қазақстанда топты жарған тайсында топ арасында ағайын. Міне алдыда 7 айналым бар ағайын. 7 айналымға тауысып келген тұлпарлардың бірегейі бас жүлде ұтатын болады. Әлде болса топ бастап баратқан Зымыран. Бәрекелді, міне. Өзінің сүйікті жүрісіне салып, қазір Зымыран алдына жан салмай, қара салмай келе жатыр. Өте намысты жануар. Қазіргі таңда әлі алдына 7 айналым бар. Десек те 7 айналымға қарамастан жануарлардың жылдамдығы өте жоғары. Топ бәйгедегі жылдамдық осылай болуына біздің көзіміз үйреніп қалған. Үйректігін жоғалтпайды расында, бірақ бап деген болады. Ашты тер, тәтті тер, батпақ тер, лай тер, қамау тер, қолтық тер, барлық тері алынып, нағыз бабында тұрған тұлпарда моншақ тер ағады. Міне дайын тұрған атта моншақ тер ағып, тер үстіне шығып бара жатқанында білінбейді, көзге де көрінбейді. Ат дайын болғаннан кейін әрине сүрінбейді ағайын. Ал жігіттер, шығарып салайық шабандоздар. 6 айналым бар әр алдыда. Әлде болса Зымыран Атсас жаңағы 3 номерде топ арасында, 5 номерде Тайсында топ арасында отыр ағайын. Жаңа атап өткен 3 номерде Фиалка, Қырғызстан Республикасы, Хасенов Мақсаттың сәйгүлігінде отыр. Жаңағы 5 номердегі Тайсын Бекзат Ділдахан Малой атты лақап атымен танылған Талхизге шауып жүрген шабандоз, соның бапкері Нұраділет Ноқатай Олан Омаровтың сәйгүлігі Тайсында топ арасында. Және тұрып жатқан айдан адық ағайын. Қазір міне аттардың қарқыны сәл бәсең. Ғасыр қайда? Ғасыр 9 номердегі және де бір нағыз фавориттің бірі Ғасыр. Сонау Маңғыстаудан келіп отыр. Ғасырдың иесі Есебай ағамыз. Міне ағайын, алдарыңызға қайта айналып келген тұлпарлар, сұңқарлар, ұландар мен сұлтандар. Қошеметпен шығарып салайық. Алдыда 5 айналым қалды ағайын. 5 айналым қалды. Байқайсыздар ма? Сәйгүліктер ақырын азайып бара жатыр ағайын. 5 айналым қалды. Жаңағы тұлпарлардың бәрі де әлде болса топ арасында. 13 номерде Мақанов Бердіхан ағамыздың сәйгүлігі ағайын. Былтырдың арғы жылы Қызылорда облысында Мақановтар аталарына бәйге беріп, сол жерде бүткіл дүйім жұрттың басы қосылған жүлдеде талай жүйрік аттардың бағы ашылған болатын. Бүгінгі таңда міне 13 номерде сол бір Белтұран атты сәйгүлікте топ арасында. Міне алдыда 5 айналым қалған болатын. Қараңыздар, бірге бастады. Тағы да топтың төбесі көрініп, алдымыздан әлде болса 4 айналым өтетін болады. Ай, фаворит тұлпарлар келе жатыр ағайын. Топты бастап, жолды бастап, жел жарып келе жатқан Зымыран. Және міне өздеріңіз ауыздықпен алысып баратқан Тайсынды қараңыздаршы. 5 номерде жұқтып бара жатыр, бүкірейіп Ділдахан Бекзат сүйреп бара жатыр. Қара жерде қарып бара жатыр ағайын. Міне топ бәйге Сыр, Тайсын, Зымыран сондай сәйгүліктер бар екен, жаңа айттым. Оның ішінде ауыздыққа сүйеп, асықпай, аттықпай отырған Мамлюктің де бар екенін айта кетейік. Мұрат Досбергенов дайындап отқан сәйгүлік.
шіркін-ай, ат деген рахат қой. Ат деген дертке шипа, ғибадаттаныр, бойға қуат, жүрек. Міне, Қазақстан Республикасы бәйге федерациясы Алматы Моторс компаниясына алғыс білдіре отырып, міне ағайын, 3 айналым ғана қалды. Зымыран қара терге түсіп алып ағайын, көліктерге түсіп. Сенімді, аяқ алсыз сенімді. Әлде болса 3 айналым бар. Кез келген сәтте бұл тізім өзгеруі мүмкін, себебі бұл Қадырлаған 10 айналымның 3 айналым қалған болатын, қазір 2 айналым қалатын болады, сосын соңғы айналымға шығарып салатын боламыз ағайын. Өздеріңіз көріп отқандай уақыт өткен сайын, секундтар сырғыған сайын, минуттар жылжыған сайын, сағаттар өткен сайын ағайын, аттар іріктеліп, сортталып, азайып, арасынан әбден бабымен баға келген тұлпарлар алаңында қалды. Расында қазақ айтады, атқа арпа берсең алдынан жүрме, сұлу берсең артынан жүрме, бидай берсең бір күн үнбе дейді. Атқа бір тал бидайын артып берсең тоқ боқ болады, бір арпасын кем берсең аш боқ болады. Бұл ат деген бесіктен атқан бала сияқты өтте тонкий. Атты дайындаудың өзі бір ғылым, атты баптаудың өзі бір, атты жалпы таңдаудың өзі оңай емес ағайын. Аттың қарасынан, шабысынан таңдап, осы ат шабады деп. Міне зымыран зуытып келе жатыр ағайын. Қошеметпен алдына 2 айналым қалды. Ай, зымыранның тактикасы. Зымыран ақырын-ақырындап ұзай бастады. Үстіндегі шабандоздың тәжірибесі өте мықты. Үстіндегі шабандоздың тактикасы өте мықты. Арнақ Мұратхан ағайын. Арнақ Мұратхан қалды. Арнақ Мұратхан. Зымыран қашып баратыр, Холибол қуып баратыр. Екеуі бір-бірін жіберер емес. Ақырын зымыран ұзай бастады ағайын. Қазір соңғы айналымға ыңғай келетін болса, ат естиді, ат көреді, ат сезеді. Орнымыздан тұрып, қошеметіміз тұрып, соңғы айналымға шығарып салсақ деген ниет ағайын. Жанкүйерлер дайын болса, зымыран мен Холиболдың арасындағы текетірес болатын айдананың екеуі ғана қазір жеке дара бер қарай шығып алды. Топ бәйгенің ағайын бас жүлдесі кімге бұйырады? Орнымыздан тұрып қошеметіміз тұрып, қиқулап ағайын, қиқулап! Аспаңыздар, алда бір айналым, соңғы айналымға кеттіңіздер. Соңғы айналымға кетті ағайын, соңғы айналым. Ұшақ атқаны қалдыңыздар, Арнақ Мұратхан және де Бақтыбай Сержан екеуінің арасында текетірес болатын сияқты. Артынша келе жатқан 7-ші нөмірдегі Кемеңгердің иесі. Асықпа! Асықпа, ачықпа, айналайын, ұшақ атқаныңыздар. Аман есен жеткізбаңыздар осы атта. Кемеңгер болса, Кемеңгер Көкшетау облысындағы Алиевтің сәйгүлігімен Табылдиев Нұржігіттің сәйгүлігі 5-ші дүниежүзілік көшпенділер топ бәйгесінің кубогы кімге бұйырады? Холибай, Зымыран, Бақтыбай Сержан, Арнақ Мұратхан шабандоз. Екеуін қараңыздар ағайын. Екеуі де бірге ақырындап қатарласып, бір-бірін ұзатар емес. Ар жақта міне Холибай қуып жетті Зымыранға. Зымыран ақырындап ауыздыққа сүйеп, тізгінді тартып, соңғы 500 метрлік концовкаға бросокқа аттың күшін сақтап келе жатқан сыңайлы Холибай, Зымыран, Медет Ералимов, Табылдиев 400 метрліктік жолға қарай ақырындап қарқын қоса бастады. Қара, Зымыранның басы озып келе жатыр. Холибайдың қатарласты екеуі әлде болса жіберген жоқ. Міне жібере бастады ағайын. Міне қаққыза бастады. Ағай қырғын бастады міне. Зымыран бер жағында, Холибай ар жағында. Сәл Холибай оза бастады ағайын. Қараңыздар, қызықты көпе салды. Ар жағында Холибай, бер жағында Зымыран. Сана
зымыранға топ бәйгенің екінші орны бұйырды ағайын. Ойбай, мықты тұлпар екен. Зымыранды озып, қаншама түйіктерді артына тастап келген. Ойбаймен дұрыстап танысып алыңыздар. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының топ бәйгенің кубогы Қазақстан Республикасы Медет Ералиевтің сәйгүлігі Еділ Бұрал киіп дайындап отқан Бақтыбай Сержан шабандозы аттың аты Холибой! Артынан барынша тіресіп, әбден топты бастап отырып, соңғы айналымда екінші болған ол әрине Арнақ Мұратхан шабандозы. Қазақстан Республикасы Қабылдиев Нұржігіт ат иесі. Атты дайындап отқан Қабылдиев Нұржігіттің өз ат иесі өзі дайындайды. Арнақ Мұратхан шабады. Екінші келген зымыранға да қошемет, құрмет болсын ағайын. Тұлпарға қошеметтер ағайын қарсылайық. Кемеңгер келе жатыр. Ай, шабандоз, жарайсыз. Бүгін үшінші келсең, ертең бірінші келесің, Алла қаласа. Ай, жарайсыз, жақсы келді. Қошеметтің бәрі сенің құрметіңе. Шабандоз, Жанболат Марден, ат иесі Саламат Ахметов, Бекболат Серікбек дайындаған.